Кешір, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз баға туралы айтамыз. Елімізде автогаз қымбаттады. Республика бойынша емес, кейбір облыстарда қымбаттады. Оны бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің арнайы бұйрығы болған, сол күшіне енді. Енді оған сәйкес Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Солтүстік Қазақстан облыстарында газдың бағасы шамамен 5-10 теңге көлемінде қымбаттаған екен. Мәселен, бұрын Алматыда газ 65 теңгеден сатылса, қазір 75 теңгеге дейін өстім. Облыста бұрын 70 теңге болған, ол да 75 теңгеге дейін өстім. Сол сияқты өзге облыстарда, мәселен, бұрын Абай, Шығыс Қазақстан облыстарында 65 теңгеден болған. Ол жақтарда да сәйкесінше 70 және 75 теңгеге дейін газдың бағасы қымбаттағанын көруімізге болады. Бүгін үкімет отырысында осы энергетика министрі Сәтқалиев бағаны неге өскендігі туралы түсініктеме берді, орысша айтылды. Оның айтуынша, бізде ішкі нарыққа автогаз онсыз да арзанға сатылып жатқан көрінеді. Сондықтан осы салада жұмыс істеп жатқан компаниялар өз шығынға батып жатыр, яғни в минус жұмыс істеп жатыр дейді ғой. Өздері пайда көріп отырған жоқ, тек қана мемлекеттің қолдауымен ғана өмір сүріп жатыр дегенге мәселені бұған дейін де айтылып жүрген мәселе еді бұл негізі. Ал бұл газ, сұйытылған газ, жалпы экспортқа одан қымбат бағамен сатылып жатқан көрінеді. Білетін боларсыздар, бұған дейін бензиннің бағасы да қымбаттаған еді. Ай 92 бұрын 182-187 теңгеден болса, қазір барлық өңірлерде 205 теңгеден сатылып жатыр. Ал дизельді отын тіпті бұған дейін 230-260 теңгенің аралығында әр өңірде әртүрлі болып сатылып жатқан болса, қазір 295 теңгеге дейін қазақстандықтар үшін дизель отыны қымбаттады. Бұны да үкімет бұған дейін түсіндіріп өткен. Олардың айтулары бойынша оған көрші елдердегі баға әсер еткен, біздегі қымбаттатуға, себебі оларда баға біршама қымбат бізге қарағанда, бізде арзан. Сондықтан ол жақтың кәсіпкерлері, тұрғындары, тіпті кейбір тұрғындар осы Қазақстаннан өз елдеріне дизель отын және бензинді тасуды кәсіп етіп алғанда көрінеді. Өздерінің көліктерімен, үлкен жүк көліктерімен бірнеше тонна сиятындай қылып бак жасап алып, өз елдеріне бензин және дизель отынын тасығаны туралы ақпараттарды тарады. Сондықтан біз бағаны көтеруге мәжбүрміз, себебі бізде серый рынок дейді ғой, серый экспорт, серый импорт дейді, солай жасырын түрде алып кетіп отырды. Ал бұлай жалғаса берсе, бізде егіс науқаны кезінде өзімізде тапшылық болады. Сондықтан көтеруге мәжбүрміз деп үкімет ақталып, солай бағаны көтерген болатын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұның арты не болуы мүмкін? Әзірге осы, амандықта жүздесейік. Арнаға жазылып, лайк басып, және міндетті түрде бұл мәселеге қатысты пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар.